және отбасы құндылығы атты семинарға қош келдіңіздер. Жалпы өздеріңіз білесіздер, 2012 жылы Жалау Мыңбай мектеп гимназиясы гимназия статусына ие болды. Содан бері қарай мектепте соңғы 10 жыл міне шыққан болу керек. Аналар мектебі жұмыс жасайды. Жаңа сіздерді алдыңғы сағаттарда осы аналар мектебінің жұмысымен таныстырған болу керек. Сол аналар мектебінің бір бөлімі әжелер кеңесі. Сол аналар мектебіне мүше әжелер кеңесі бар мектепте. Сол әжелер кеңесінің төрайымы ретінде мен бір жұмыс жасап жүрген жайым бар. Өздеріңіз білесіздер, соңғы 10 жылда менің жұмысым аудандық дарын орталығында өткен орталықтағы. Содан кейінгі алған менің сыныбым мына оқушыларым. Алдарыңызда отырған 8-ші А сыныбы деп аталады, мектептегі гимназия сыныбы. Осы сыныпта мен сіздерге бүгін білектей арқасында өрген бұрын деген тақырыпта тәрбие сағатын алып отырмын. Тәрбиелік шара. Енді өздеріңіз білесіздер, қазақ халқы қыз тәрбиесімен бірге ұлтты тәрбиелеген деп айтамыз. Себебі қазіргі таңда қыздың тәрбиесі, ұлттық құндылықтар, отбасылық тәрбие ең өзекті мәселе болып тұрғанын білесіздер. Қазір қолдарындағы мынау гаджетке телмірген ұрпақтың ұлттық құндылықтарымызды, тіпті оны тәрбиелейтін ата-ананың өзі қолындағы ұялы телефоннан ажырамай жүрген уақытта қыздарымызға тәрбие анау әжеден жалпы құрсақтан берілуге тиісті тәрбиенің әжелер тәрбиесі мен аналар тәрбиесімен ұштасу керек екенін білеміз. Бәріміз осы жерде тәрбие жұмысының орынбасары, мектептегі тәрбиелік жұмыстың бір ұшығын ұстап жүрген мұғалімдер. Сондықтан қыз балалардың шаш шаюы, қыз балалардың бұрымы, қыз балалардың жалпы шаш күтімі туралы мәселе бәрінде де мектепте өзекті деп есептейміз. Сондықтан да біздің бүгінгі әжелер кеңесінің мектептегі мүшелері осы мектепте жұмыс жасайтын, немесе мектептен тыс жерде жұмыс жасайтын жалпы біздің оқушыларымыздың ата-аналары, әжелері осы кеңес мүшелерімен сіздерді таныстырып, осы кісілермен бірге қыздарымызбен, жалпы сыныппен бірге, оқушыларымызбен бірге білектей арқасында өрген бұрын деген тақырыпта жалпы бұрынның шығу тарихы, осы бұрынның қасиеттері, оның ырымға қатысты, оның салт дәстүрге қатысты, шолпыға, шашпауға қатысты мәселелермен сіздермен ой бөліскіміз келеді. Қош келдіңіздер. Жалпы мақсатымыз қазағымыздың ұлттық тәрбиесінің қайнар көздерінің бірі қыз бала тәрбиесінің әжелерге де қатысын ұғындыру. Қыз балалардың бұрын өсуіне орай олардың түрлерін, қадір қасиетін, ырыммен, салтқа қатысын түсіндіру. Қыз бала тәрбиесінің халқымыздың ежелгі озық дәстүрлері негізінде жүргізу. Жалпы тәрбиелік шараның қонақтарымен таныстырып өтейін. Атшыбаева Күләл апай, ардагер ұстаз, мектеп гимназияның ардагер ұстазы, кезінде аналар мектебінің негізін салушылардың бірі. Алты немеремен жиені бар, әже. Келесі Мұратова Аққораз апай, мектеп алды даярлық тобының. Бойы кішкентай болғанмен өзі үлкен мұғалім, жасы қазір мектебіміздегі ең үлкен мұғалімнің бірі, 17 немеремен жиенінің әжесі. Келесі Дыбысова Ағылен апай, 8 немеремен жиенінің әжесі. Осы мектепте біздің өзіміздің қызметкеріміз. Сондықтан осы кісілермен бірге шаш, бұрым, жалпы шаштың қадір қасиет туралы қазір мен сіздерге оқушыларға айтып беремін. Екі жүргізуші бар, келе қойыңдар. Арқылы сөзді оқушыларға беремін. Қылығымен, жарса сөгілген қос көрімімен, бұл күнде сұлулықтың үлкен олды қыз сұлу көрінеді білімімен. Қыз сұлу көрінеді шашыменен, айқаба қиғаш қара қасыменен. Қыз сұлу көрінеді толған айдай 15 пен 18 жасыменен. Қыз сұлу көрінеді өрдегімен, сілтіп сөз маржанып тергенімен, майысып бұратылып, майда басып жаныңа наз қылықпен келгенімен. Тартқан барасылды өзенінен, қыз сұлу көрінеді өнерімен. Құлпырып қазағымның арулары өткенде сұлулықтың елегінен де ақында жырлағандай сұлулықтың символдай болған қос бұрынның пайда болу тарихына көз жіберсек.
Тарихына ұлттық тәрбиенің тереңдететін қос бұрымның қай кезде пайда болғанын болжау айту қиын әрине. Десек те қазақстандағы қола дәуірі зерттеушілерінің зерттеулеріне тарихына назар аударсаңыз, бірнеше жылдардағы зерттеу нәтижесінде жерде орнаған әйел адамдардың алқа, моншақ, шашбау, шолпы және тағы басқа сәндік бұйымдарының табылғаны бұрынның өте ертеде пайда болғанын дәлелдеп келеді. Мәселен, Степногорск қаласынан солтүстік-батысқа қарай 6 шақырым жерде қорынан қоладан алтыннан жасалған білезік, сақина, алқа және тағы басқа сәнді бұйымдар табылған. Зерттеушілер бұл қорымды алакөл мәдениетіне жатқызады. Осыдан халқымыздың бұрын бойы дәстүрінің өте ертеден жалғасып келе жатқанын айта аламыз. Халқымыздың тағы бір құнды жалпыларының бірі ол ғашықтық жылдары. Оқып отырсаңыз, қалай сүйген қос ғашығын, яғни қыздың бейнесін, оның сұлу бұрымымен және де қылықтарымен сипаттайды. Қыз жібек жырында көштің соңынан қуған төлеген есімді жігіт өзі кездестірген қыздардың барлығын олардың сұлу бұрымдарымен байланыстырады. Мысалы, жез құмандай тамағы жүзге қаздай иіліп, бейне түскен қос бұрым қынай белі үзіліп деп жылайды. Ал енді ақыры соңында қыз жібекті көріп, оның сұлу дидарын, нұрына жүзіне нұры тамып тұрып, Дүрия жауһар сырасын көтере алмай тұр құлағы, шашбауы жерде шалқып тұр деп тапсырды. Қыз баланы әдемілік пен ибалыққа тәрбиелеген. Қазақ халқы қыз баланы әдептілік пен ибалыққа тәрбиелеген, періштедей аяғын қорғаған. Қыз баланың қасиеті биіктетіп, сұлулықтың бастауына көтерілуіне жол ашқан. Ата-бабаларымыздың дәстүрлі дүниетанымында әсіресе қыз баланың өрілген ұзын бұрымына ерекше назар аударған. Қытай халқында сүмбілшаш сұлулықтың екінші жаманы деген сөз бар. Ал қазақ қоғамында байырғы ақсақалдар шашқа қарап адамның мінезінде айырып отырған. Қара және жұқалығына реңіне қарап шашы көмірдей қара, жылқының қылындай ширақ қатты болса, ондай адам тікбақай адам деді. Ал шашы сұйық қоңырқай болса, жылы сөзді жұмсақ адам дейді. Шашы атына мініп, маңдайы екен адамды ел ұстайтын көсем, шашы қасына мініп тұрған маңдайы тар адамды күншіл адам деп баға береді. Бұрымды біріншіден сұлулық үшін емес, екіншіден тәрбие құралы ретінде қарастыруға болады. Қыздың әрбір әрекетін үйінде отырған асыл аналар сырттағы қызының олпы-солпы әрекеттері мен дөрекі әрекеттерін тектеп, қыздардың денесін тік ұстап, салмақты, майда жүруге тәрбиелеген. Тіпті үйде отырған үлкендерді келе жатқан қыздың шолпысынан, сылдырынан біліп, әңгіменің денін дұрыстап, оғаш әрекеттер мен артық әзілдерін қыз қырқынға естіртпей, дұрыс үлгі болуға да тырысқан. Ертегіде бұрынғы қыздар қонауы шолпытау арқылы оның оғаш артық қимыл жасауына жіті мән берген. Башқұрт сыңғырында қарабақ қыздың жеке қасиетін өзінше бағындай білген. Мәселе шашбауы сыңғыры жиі қатты шықса, ұшқалап сума қылықты қылқыланы, ал ақырын ғана шықса, бұл бұрынғы қыздың мінезі биязы, самылып, нәзік екендігі. Адам шашының бұрынның беріктігін әдемімен салыстыруға болады. Бір шаштың өзі 100-200 граммға дейінгі салмақтағы затты ұстап тұра алады. Әйел адамның бұрымы 20 тонна салмақтағы затты ұстап тұра алады дейді мамандар. Сондықтан да қола дәуіріндегі ескерткіштер жағынан табылған шұғылардың салмағы
6 килограмм дегенде ешбір адам таңғалмаған. Шашқа тағылған шолпының соншалықты ауыр болғандықтан әйел қыздардың көбісі денесін тік ұстап жүріп үйренген. Бұрын тазалық құралы күнделікті ас даярлайтын әйел адамның қыз баланың шашы жинақы әрі болып тұрған жақсы. Бұрын денсаулық кепілі, себебі қыздар бұрынның ұшына арнайы алтын немесе күміс теңгелер мен моншақтар қаз-қатар тігілген шашбау тағатын болған. Қазақта итаяққа салу деген дәстүр бар. Жас келіншек бір ауылға қыдырып барғанда, үлкендер итаяққа сал деп, күмістен алқа, моншақ, теңге, түйме сыйлайды. Итаяққа салу әйел босанғаннан кейін баланы жуындыратын суға сол күміс заттарды салып, күмісте жарық болсын деген ырыммен нәрестені жуып, судағы әшекейлерді сол жердегі әйелдер бөліп алады. Қазір медицинада күмістің ауыр тудыратын элементтерді жойып, ағзаға зиянды токсиндер мен микробтарды шығарып, бактериялардың 650 түрлерін кристалларын алатын кристалларын одан бөлек шашқа тағылған күміс теңгелермен белгілесіп, әйел затының өмірге дені сау ұрпақ әкелу үшін аса пайдалы екенін дәлелдеген. Сондықтан да бойжете бастаған қыздардың шашын көріп, шаштарына, мұрындарына күміс моншақты тағылған астам. Енді бұл біздер жалпы бұрымның пайдасын, бұрымның қандай тәрбиелік мәні барын балаларымыз айтып өтті. Ары қарай. Міне қымбатты қонақтар, бұрымның тарихы мен бұрымға тағылатын әшекей бұйымдардың қадір-қасиетімен таныс болдық. Ендігі кезекте осы бұрымның қазақтың әдет-ғұрпына қатысы туралы айту үшін сөз кезегін Күлән әжеге ұсынамыз. Жақсы, Мыңбай мектебінің ұжымы, құрметті қонақтар, бүгін балаларымызға ұлттық тәрбие беру мақсатында өткізіп жатқан аудандық семинарымызға сәттілік, жаңа жылдарыңыз құтты болсын, ел тыныш, бас аман болсын. Енді бүгінгі тәрбие сағатының үлкен тәрбиелік мәні бар деп айтуға болады, себебі бүгінгі заманымызда біздің өте қиыншылық көріп жүрген бірде-бір бұйымымыз бұл шаш. Бұрым дегеніміз не? Бұрым дегеніміз бұл өрілген шаш. Ертеде біздің өзіміздің ата-бабамыздың дүниетанымында бұрым дегенді қыз балалардың, әйелдердің ары, абыройы деп және әдеміліктердің символы ретінде бағалаған. Сондықтан қыз бала өмірге келгеннен кейін оны үйіндегі ата әжесі немесе өзінің анасы шашын қыздардың қарап, өріп, жуып, оған күтім жасап отырып, бірте-бірте енді шашы өседі ғой. Қыздардың шашы өсуге келіп өрігі таяп қалған кезде қыздардың шашын өрген, яғни бұрым жасаған. Осы бұрымды қазақ екі түрлі бөледі. Бір бұрым және қос бұрым деп. Қос бұрым кімдерге өріледі? Жаңағы өмірге келген, өсіп, бой жетіп жатқан қыздың шашын әжесі мына екі жаққа қарай, маңдайда сәл қиғаштау қылып, екі жаққа қарай айырып өрген. Сосын өргенде оның ұшына шашбаулар таққан, болмаса жаңағы әдемі бантиктер таққан, қолында не бар, соны таққан, сонда ұзын шаш, оның ұшындағы манағы тағылған шашбау қыздың сұңғақ бойына одан сайын бір әдеміліктің, сұлулықтың белгісін дарыта берген. Содан кейін қыз баланың бұрымы қос бұрым екі жақта өріледі. Қыз ертең бой жетіп тұрмысқа шығып бара жатқан кезде манағы өрілген қос бұрымы қыздың арқа жағына қарай жіберіліп, жаңағы екі шашына бөлек-бөлек шашбау тағылады. Бұл артына қарай кетіп бара жаңағы жіберілген қос бұрым бұл қыздың еркелігім елімде қалсын, тентектігім төрімде қалсын деп өзінің ел жұртыменен қоштасып, жаңа елге, жаңа бақытты өмірге аяқ басып баратқанының белгісі екен. Содан кейін енді қыз жаңа ауылға келін болып түседі ғой. Келін болып түскеннен кейін, барлық рәсімдері өткеннен кейін қыз манағы екі бұрым арасын қосады екен.
осыған дейін үйінде жүргенде қос бұрымды бөлек-бөлек, мына қыздар көріпсіңдер ғой, қос бұрымы бөлек-бөлек шашбау тағылған. Ол тұрмысқа шыққаннан кейін оның екі бұрымның арасы шашбаумен қосылады екен. Ол енді біреу емеспін, екеу болдым деген белгі екен. Содан кейін енді жалғыз бұрым кімге қойылады? Жалғыз бұрым жасы келіп, тұрмысқа шықпай қалып, үйінің оң жағында отырып қалған қыздар жалғыз өрімді шаш ұстайды екен. Олардың да ұшына келіп шашбаулар тағылады, бірақ олар бір өрім, бір бұрым болады. Бұл тұрмысқа шықпай қалғанның белгісі. Ал енді сөйтіп ата-бабамыздан салт, дәстүрге, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан шаш бүгінгі біздің заманымызға дейін біраз өзгеріске ұшырады, оны білесіңдер. Себебі заманына қарай адамы деген мынау Европалық үлгідегі шаш үлгісіне қызыққан біздің қазақы қыздарымыз бертін келе өзінің ұзын шашын жоғалтып қысқа шашқа айналдырды. Бірақ енді соңғы бір осы егемендік алып, мына ұлттық дәстүрді, әдет-ғұрыпты қолға ала бастаған кезден бастап, қазір қыздардың арасында шаш өсіру байқалып келе жатыр. Мысалы, шашы қиылған қыздар қарағанда, бұрымы бар қыз анағұрлым әдемі көрінеді. Мысалы, сыртына қарап отырсаңда қыз өте әдемі. Ал енді осы шашты қиюды, оның да өзіндік бір қиыншылықтар бар екен. Мысалы, өздерің білесіңдер ғой, Қазақстан тарихында Тәуке хан деген хан болған, соның 7 жарғысы бар. Сол 7 жарғысының 3-ші тарауында 2 үлкен ауыр жаза болған. Ол жазаның біреуі кісінің өлім жазасына бұйыру, екіншісі бұрымды кесу болды. Қай кезде бұрымды кеседі? Өзінің күйеуіне адалдығын аттаған, абыройдан бос қалған келіншек өзінің бұрым кесу жазасына ұсынылады екен. Яғни бұл абыройды ақтамады, өзінің адалдығын сақтай алмады, күйеуіне кір келтір деген мақсатта ең ауыр жаза мына Тәуке ханның жарлығы бойынша осы бұрымды кесу болған екен. Ал егер ер адам болса, ер адам өзінің әйеліне адалдығын, өзінің кәдімгі таза жұбайлық өмірін дұрыс дәріптей алмаған үшін ол арамдыққа барса, оның қатының құйрығын кескен. Енді ер адамда шаш жоқ қой енді. Ол шашын тақыратып алып тастағаннан ер адамға бәрібір ғой, ол оған қиналмайды ғой. Сондықтан аттың құйрығын кескен. Ал ат дегеніміз ердің қанаты ат дейді. Құйрығы жоқ шолақ атты міну кімге қызық? Сондықтан шолақ атты мінбейді еркек адам, арланады. Ал оның атының құйрығы жоқ, себебі ол өзі арды аяққа таптады. Сондықтан міне шаш кесу деген өзінің осындай үлкен жазалары болған. Енді қазір замандарымыз жақсы, барлық қалай өрем десеңдер де міндеттеріңіз бар, шаштарыңызды өріп ұзын қылып жүріңіздер. Енді тағы шашты жаңа айттым ғой, бірінші шашты қос бұрым қылып өретін уақытта маңдайда сәл қиғаштау өріп бала күнде үйде жүрген уақытта шашты солай қиғаштау өріп өрген әжелері. Ал енді кісі жасы жетіп, қартайып, қайтыс болады ғой әйел адам. Сол уақытта ол күні бүгінге шейін сақталған. Мамаңыздан сұрасаңыз, соны айтады. Күні бүгінге шейін келе жатқан бір әдет, манағы әйел адам қайтқаннан кейін оның шашын тара, жуып, екі жағына айырып, көкірегінің тұсына шейін жеткізіп, жауып қояды екен. Сонда шашты осы қос бұрынғы екіге айырудың осындай себебі бар. Біреу өлген уақытта жайып әкетіп қояды, екіншісі өріп, әдемілеп, қызды әдемі бұрып айналдырады. Енді бүгіндегі ең жаман қасиеттің бірі қыздардың арасында жалпы барлық жерде сондай, бұл шашты жайып жүрген. Ол енді өзіміздің күнде көріп жүрген нәрсеміз ғой, шашты үйімізде де сондай қыздар бар, шашты жайып жүрген. Бірінші этикаға жатпайды. Себебі ұзынан түскен шаштар жерге түсуі мүмкін, ол күймейді де, кетпейді де, ол тамақпен біреу аузына түсуі мүмкін. Яғни бұл өзіміздің кәдімгі санитарлық жағдайымызға кері әсер етеді. Екіншіден шашты жайып жүргенде енді кинодан көресіңдер, болмаса әдебиеттен оқисыңдар, бар ғой енді. Күйеуі білген әйел, жесір қалған әйел, қайғының нағыз ащы аза тұсында шашын жайып жіберіп жылайды болды. Шашын жайып жіберіп. Сосын шашты негізі кім жаяды? Мыстан кемпірлер жайып жүреді ғой шашын, ертегіде білесіңдер ме? Мыстан кемпірдің өмір
бір шаш жиылмайды ғой. Екі жақтары айырып қойып, шашы деген беліне түсіп, жүгіріп шауып жүреді. Ал бүгінгі таңда біздің қыздарымыздың шашының өсіп жайып жіберуі осындай жаман нәрселерге қарай бағытталған екен. Сондықтан шамаларыңызше шаштарыңды тарап, бөліп жүрсеңдер, нағыз қазақтың биязы әдемі қыздары болып көрінесіңдер. Қазақстан халқының тарихи дамуы барысында ырым мен тыйым сөздер арқылы рухани мәдениет пен этиканы қалыптастырған. Адамдарға қатысты ырым тыйымдардың ішінде осы қыз баланың шашына, бұрымына қатысты да ырымдар бар екен. Меніңше, соны бүгінгі біздің қонағымыз Ораза апайдың баяндауынан тыңдайық. Енді жаңа бұрын туралы мына апайларымыз айтып кетті, бұрынның қасиеті туралы, бұрыннан қыздың сән екені деген секілді. Ата-аналардың қыздардың жас кезден бастап осы қыздардың шашының ұзын болған талап, оларға әртүрлі тұнбалар менен, әртүрлі рецепттермен қазақтың рецепттері пайдаланып шашын ұзартуға талаптанған, соған яғни жұмыс жасаған әрбір ата-анаға қыздарының шашы ұзын болғаны абырой болып көрінген ата-аналарға. Олар жаңағы айтқан шаш түсіне қарай, түріне қарай сүмбіл шаш, ұлан шаш болып көрінген. Жаңа апай айтқандай, сосын жаңағы бөріміне қарай қос бұрым және бір бұрым болып көрінген. Енді шаш деген адамның қыз бала мен келіншектердің бақыты мен абыройы деп саналған. Сонымен бірге халқымыз бұрынға қатысты тыйым сөздерді көп айтады. Мысалы, қазақ бұрымды қиғанын, бағынды қиғанын, маңдай шашынды қиғанын, бақытынды қиғанын деп айтады. Сонымен бірге қыз бұрымын қиса, қиылған шашпен бірге оның нәзіктігі де, биязылығы да жоғалады. Сонымен бірге бұрымды орынсыз қиып тастаған, ол қайғы қасіретке ұшыратады екен, бұрымды қиып тастаған. Сонымен бірге шашты кез келген жерге тастамайды. Егер бұны құс алып кетсе, сол шаштың иесі бас ауруына ұшырайды. Бас ауырып, ауруға ұшырайды. Сондықтан да шама келгенше шаштарыңды жерге тастауға болмайды. Жинап алып, оны бір жерге көміп, немесе оны өртеп жібереді деп. Немесе оны аяқ баспайтын бір жерлерге тығып қояды екен. Егер оны жаңағыдай шашып тастасаңдар, бұл сендердің өздеріңе зиян екен, бұл денсаулықтарыңды ұшырайды. Енді біздер көбіне бұларға мән бермейміз ғой. Біз жаңағы тарақтан алынған шашты аламыз, апарамызда сылқып лақтырып тастаймыз. Шашымыздан түскен шаштарды аламыз да оны далаға лақтырып жібереміз. Міне оның барлығы зиян екен өздеріне. Бірақ сіздер оны білмейсіздер, ол сендердің денсаулықтарыңыз үшін де мүмкіндік күштілігі өте зияндылығы күшті екен. Сонымен бірге ғалымдар осы біздің шашымыздың әрбір талы шашымыздың бұл жаңағы ғарыш энергиясын қабылдайтын антенна деп аталады. Осы шаштың жаңағыдай қасиетін, шаштың сондай сезгіштігінің барлығын ғалымдар дәлелдеп, осыны антеннаға балаған екен. Сонымен бірге жаңа айтқан шашты жайып жүруге болмайды. Шашты жайып жүрген адамның қайғы қасиет пен жаманшылық жайылған шаштың ұшына жиналып, ол күйге келеді деп айтылған. Сонымен бірге өз бұрымын өзі кескен, ол өте жамандық екен. Адам өз бұрымын өзі кесуге болмайды екен. Оны тек қана бір қажетті жағдайларда, бір ауыр уақыттарда болмаса, бұлай уақытта шашты бұрымды ешқашан кесуге болмайды екен олар. Тән мен зиянға, жанға оның зияны өте көп екен. Сондықтан да жаңағы айтқан кесілген шашты, бұрымнан түскен жаңағы тарақтан түскен шашты жаңағы айтқан жинап жерге көміп немесе өртеп жіберу керек, я аяқ баспайтын жерге қойылуы екен. Әйелдің қысқа шашы дейді, әйелдің қысқа шашы, оның бойындағы еркектік энергияны көбейтеді. Сондықтан әйел оны үйде, үй тұрмысында отбасы үшін қолданудың жөнін таппайды. Сондықтан да шамалары келгенше шаштарын қимай, ұзын бұрым өсіріп, әдемі сәнді бұрымдарын көріп жүрсеңдер, сендердің үлкен абыройларың, сендердің үлкен беделдерің, сендердің қазақтың салт дәстүрін сақтағандарының бірі болып қалады. Қазіргі кезде шаш қиғаннан гөрі шаш өсірген қыздарды көбірек кездестіріп жүрміз, соған біз мақтанып қуанып жүрміз. Мен өзімнің мысалы шашым, қыз баланың шашы бір рет қиылады, қай уақытта алынады, тек қана қарын шаш алынады. Дүниеге келгеннен кейін, бір жасқа толғанда баланың шашы алынады ғой. Ол қарын шаш деп аталады, сол алынады. Содан кейін бала шама келсе қыз бала шашын қимау керек. Менің өзімнің шашым сол бастан бастап әлі қиылған жоқпын. Мен бөлімдерін қайшыдан тегізген жоқпын, ештеңе тегізген жоқпын. Осы өскен шашым өзімен өзі енді жасы ұлғайған сайын бұл шаш түседі, жұқарады, бірақ ұзындығы
сақтайды. Сондықтан да осындай шаштарды қимаңдар, абыройларын сақтаңдар. Бұл шаш қыздарға, қыз балдардың абыройы мен биязылығы екен балалар. Мен өзімнің ата-ана маған шешем біреулердің алдында мынандай өсиет айтып кеткен. Айналайын, мен саған бұл өмірде екі ғана тілегім бар деген. Ол не тілек дегенімде, ең бірінші өзіңнің абыройың деген, екінші шашыңды қимашты. Мен енді Құдайға шүкір, сол анамның айтқанын орындап, соның тілегін орындадым деп ойлаймын. Мен де мұғалім болдым, мен де оқушы болдым. Мен өзім көргенде осы екі кісінің ешқашан шаш үлгісі, прическа дейді, сонысын өзгерген көрген жоқпын. Сондықтан осы екі кісіні таңдаған себебі де осы. Ана аржағында отырған кісі өзімнің тұстасым, замандасым. Бұл кісінің де өмірі бір осындай бір прическамен, бір сәнділігімен шаштарын қимаған. Ең бірінші сұрағым бұл кісілерді қатыстыратын ақша, шашымды қидың ба өмірімде деген сұрақ болды. Ең бірінші. Шаш қимаған біліп отырмын, ана екі кісінің аржағындағы кісіге бірден сұрақ қойдым. Шашымды қиып көрдің ба өмірде? Міне содан кейін барып осы бүгінгі сіздердің алдыңызға осы үш кісіні шақырған себебім. Саналы салт дәстүрді сағынасың, қойылған қонағыңа тәуеласы, халықтың қасиет пен құндылықтың күн нұрлы ғұмырының мағынасы. Күлі қамшат бүрмелі көйлек, тұрғандай өзі қимылсыз билеп. Иықтан шашы төгіліп жерге, күлісе жұршпау жарасып келге деген өзімізге таныс ән жолдарында айтылғандай. Жаңа халқымыз шашты сұлулық пен мәдениеттік белгісі ғана емес, әйелдер қауымына берілген. Алланың айрықша сый етіп ерекше қарап құрметтеген. Бұрын қыз келіншектердің бақыты мен абыройы деп санаған халқымыз көп бұрыннан қасиетте көп болады деген. Енді осы бұрынға шашқа тағылатын әшекей бұйымдары туралы сөз етейік. Сөз Ағлен әжеге беріледі. Көркі шаш деген шаштың көркі шаш теңге деп қараған. Ұлт мәдениетінде әр бойжеткенді шашымен, түр тұлғасымен қарап бағалаған. Әйел шашы табиғатына қарай қолаң шаш, сүмбіл шаш болып бөлінеді. Енді шаштың өрілуіне қарай жалғыз бұрым, қос бұрым болып бөлінеді. Ұзын әрі алтын күміс шолпы тағылған сұлу бойжеткенге сұқтанып, таңғалып қарамайтын адам жоқ. Ақындар оларға қолаң қара шашы бар, жібек талды деп, сүмбіл шаш, қыс темір, лағыл ек, шынардай ұн саусағы, құлжа күйік деп сұқтанған, мақтанған қыздардың шашына қарап. Шаш күтімі берік, шаш күтімі ерекше, оны тарау, өсіру, өрудің өзі үлкен бір тәрбие мектебі болып табылады. Ақ үйден бір қыз шықты, көзі үлкен, шаштарын 10 күн тарап, 5 күн өрген деп суреттеп ақындарымыз өлеңге қосқан. Шашқа қосылатын, жалғайтын, кигізетін, тарайтын, жағатын, тағылымы, зор тағымдар мен әшекей бұйымдар бар. Шашты тарау, тарқату үшін шаштарақпен бастырады. Ол шаштарақты сиырдың мүйізінен шилерлер жасайды екен. Шашты және жылтыратып басу үшін шаш май пайдаланады екен. Шашқа тағатын және оның сәнін келтіріп, мәнін асыратын сәндік бұйымдар бар. Бұлар шолпы деп аталады. Шолпының да әр түрлі бар, түрі бар. Шолпы негізі сәндік үшін ғана емес, шашты өсіру үшін, ұзарту үшін де пайдаланады. Және желді күндері шашты көтеріп кетпеу үшін басып қояды екен, шолпыменен. Енді шолпыны жас келіншектер қыздар тағады, егде әйел адамдар тақпайды екен. Шолпының түрлері өте көп. Мысалы, қоңыраулы шолпы, тізбелі шолпы, сағат баулы шолпы, моншақты шолпы болып, қозалы шолпы дейді, сылырма шолпы, көзді шолпы дейді. Енді көзді шолпыларға олар түрлі көзіне қарай моншақты шолпы, меруертті шолпы,
ақықты шолпы деп бөлінеді. Сосын мына шолпы металл түрінде алтын, күміс болып та айтылады. Алтын түрі, күміс түрі болады. Сонымен бірге мына қыздар, келіншектер жүрген кезде шолпысы сылдырлап өзіне бір әсемдік не беріп тұрады да, жаңағы сымбат беріп тұрады. Соны ақындар мұндай сұлуды қазақтар сыңғырлаған күлкісіне, сыңғырлаған шолпысы қосқан деп ардақтаған. Шашты күтімін өте жақсы пайдаланып, қыздардың шаштарын жақсы қылып, екі орын қылып өріп, қимай жүрсе деп ойлаймын. Қазір мектепте жүргенде қыздар жақсы шаштары ұзын өріп қойып жатыр. Қазағымның осы дәстүр несі қалыптасып, алдағы ұрпақтарға жалғасын таба берсін дейді. Және кішкене қызымды алып келген немере қызымды, соның шашын өріп көрсетейін. Қасына бара. Шықса, сіз шашын өре беріңіз, Міне шашқа тағылатын әшеріңізше өзіндік орны бар екен. Рахмет сізге. Қасиетті бұрын туралы Хакім абай білектей арқасында өрген бір шолпысы сылдырған жүрсе ақыры кәмшат пен көрі қақтама қара қасты сұлу қызды көріппен мұндай түрі деп жырлағаны бар. Бұл жастағы қасиет абайдан да өтіп, кешегі Мұхаммеддің заманына жеткенде келші қалқан шашынан иіс кетші деген арманға айнала бастады. Қолаң қара шашынай бұлғақтаған, қос бұрымын жотанда бұлғақтаған. Қарғаш, сенде жерімнің иісі бар, жердің иісі жұпардан қымбат маған деген жолдардан ақынның қызға ғана емес, қазақы табиғатқа, ұлттық болмысқа деген теңдесі сағынышы жатқан жоқ па. Сол қарапайым шаш үлгісі сенелі қос бұрым. Келесі сөз кезегін сынып жетекшімізге ұсынамыз. жақсы, балалар. Отырыңыздар. Енді балалардың өздерінше дайындап жалпы қазіргі таңда ұлттық құндылықтарын сақтау, жалпы қыз бала тәрбиесі мектептен басталады деп жатамыз. Бірақ ар жағы өздеріңіз де білесіздер, бәріміз де орталарыңызда ана да бар шығар, көбіңіз тұрмысқа шыққан қыз балалар болса да қазірдің құлақтарында қала берсіндер. Бір жағынан өзімнің оқушыларымның да қазір жасөспірімдік кезең қай уақытта да кімнің айтқан сөзі де бұлардың құлақтарында қала берсін деп. Дәл осы кез қазіргі балалардың жасөспірімдік кезеңі оң солын айырып, кімнің қалай бағыт бергеніне қарай жүретін мезгіл. Себебі анау 11-ші сыныпқа барғанда кішкене балалар өздерінің жолдарын таңдап, қалай киім үлгісі қалыптасып, тәрбиесіне, ата-ана тәрбиесіне мойынсұна бастайды. Ал 8-9 сыныптағы оқушылардың көбінің қазіргі біздер айтамыз ғой өздеріңіз ортадағы желөкпе кезде жүретін балалар деп. Сол сияқты жасөспірімдік кезеңде мынау ата-аналардың айтқаны, әжелердің айтқаны құлақтарында қала берсін деп, өздеріне берілген сөздердің де мәнін ұғынсын деп, осындай тек жаңағы балалардың түсінігі мен танымдық сәт ретінде алынды. Енді қазір апай, Ағылен апай өзінің қызының шашын көріп көрсетіп жатыр. Енді сыртта шақырамыз, екі қызымыз беріп, екі қызымыз осы келген әжелерге арнап, ауылдың алпауызы әжелерге арналған әнін арнай шақырып отырамыз. Жақсы, оқушыларымыз қазір тағы шараларда жүрген болу керек. Бізден 8-ші сыныпта біздер ұшқан ұяттың әдебиеттен сабағын өттік, Бауыржан Момышұлының. Сол кезде мынадай Бауыржанның сөзі бар. Ертексіз өскен бала рухани мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әжелері не шешелері ертегі айта бермейді. Содан қорқам. Менің қазіргі келіндерім немерелеріме бесік жырын айта білмейді. Бесікте жатқанда құлағына анасының әлди әні сіңбеген баланың көкірегі керең болып қалмаса деп қорқамын. Міне бұл қазіргі таңдағы біздің ұлтымыздың ең өзекті мәселесі ұлттық тәрбие болып тұрған анау
әлдиден анау бақиға деген Санжар Керімбай дейтін ұлттың өзіміздің жанашыр білесіздер, бірнеше кітап шығарып, бірнеше осындай ұлттық тәрбиенің анау бастамасынан бері қарай бәрін зерттеп алып келе жатқанын білесіздер. Қазір бауыржан момышұлы егер ортамызда тірі болса, қазіргі шаш шайып жүрген қыздарды, қазіргі ұрпақтың тәрбиесін көрсе, қандай күйде болар еді деп кейде ойлаймын. Балаларымызға өткенде ашық сабақ кезде осындай тақырыпта беріп өздерінің ойларын пікірлерін тыңдады. Жалпы ұлт тәрбиесі өзімізден басталады керек ғой. Әсіресе қыз балалардың тәрбиесі, қызды тәрбиелеу арқылы ұлтты тәрбиелейміз. Оған әсіресе аналар мен әжелердің де қатысы көп болу керек деген. Және сонымен осы өзіміздің мектебімізде де осындай, әжелеріміздің де сыныбында да ондай әжелердің бар екендігін сіздерге бүгінгі тәрбие сағаты арқылы көрсеткіміз келеді. Келе ғой. Тәрбиелік мәселелермен, ойларымызбен бөлісіп тұруларыңызды сұраймыз. Үйге барып жақсы етіп шай дайнатып, ауыздарын беріп шығарып, келіндерге шай қойып ішесіздер.